Бәріне сәлем достар, сіздермен бүгін мен Қырған Кезет және мен қасымда Акула. Мен қасымда Бауыр. Қалай жағдай жігіттер, қалайсыңдар? Бүгін біз енді Қыран дарғазы бүгін адасып кеттік екеуміз. Балыққа келгенбіз, бүгін қазір теңіздің ортасына шықтық. Қара, короче, мына жеттегі дақтардың барлығын бүйтіп тартып алып, өзімізге алып үй жасауымыз керек қой. Я, бұл ойында Бауыр Геймс жасаған, негізінде сол маған қазір үйретіп жатыр осы ойында. Енді біз үйретенде не істейміз біз? Не істеймін мен? Маған задание бер. Сен сумкаң бар, сумкаңның ішінде жейтін затың бар, суың бар, консерваң бар, ағашың бар, басқаң бар. Көріп тұрсың бір. Так, сумкамда бар, ағашым бар, килка бар. Андай секция кота дейтін жасауға болады, сундук жасауға болады, я? Окно жасауға болады, дверь, якорь, факел. Қазір сондайлар жасап, осы жерде өмір сүруіміз керек қой бір. 99 күн ба өміріміздің соңынан енді осы жерден өтеміз. Өміріміздің соңынан кейін қалдық осы. Бай. Болды ма осы жерде қалдық па енді біз? Осы жерде қалдық, бұл тынды. Айттым, балыққа шыққан кезде іштім. Бір қиыншылық қарап, мына жерде акула жүр, көріп тұрсың ғой, осы акула біздің үйімізді қиратуы мүмкін. Сондықтан бізде әр жасаған кезде бір жөндеп отыру керек қой. Вот ты кошмар, да? Осы екен ғой бұл ойынның ең басты несі. Қара, мен бірдеңе жасадым. Қарашы. Осы үйіміз. Сен кән Алматының қақ ортасынан 20 миллионға үй аламыз, ана мына деген үй соғамыз бен біз сонда қазір? Осында енді бірінші очередь үй салып бір қарды зашы бірдеңе тап. Болды, саған сендім. Короче, біз осы ойында біз выживать етіп, біз үйімізді Тоқаевтың жағдайымен бірдей қылу керекпіз ғой, короче. В общем, не қоя себе, сен мойында жыртықты шешесі кило мафтың костюм шалбарын алып тұру керекпіз ғой. Достар, түнген шығарсыңдар, ойымды үйсіп жеткіздім мен сендерге. Қара, бірдеңе жасап жатырмын. Балық аулайтын, енді біздің қарымыз аспайды. Мына жерде балық аулайды енді. Балық өздері түсе бере ме ана жаққа? Балық көріп тұрған жоқпын, бірақ акуладан басқа. Айттымсың, доширак ала салу керек еді ол жолда. Ағашты тарттым. Мен акула жоқ қой. Талпайы. Құмаш қалай жеп қояды, өз-өзімен жүр ғой, дым білмеген адам түседі. Түсіп кеткен ғой мен абайсызда. Не болып кеттіңдер сендер өзі? Өлім таптап атсын енді. Қара, сенің түн болатынына сәйкес мен неға факел орнатып қойдым артына қара. Костер ба? Костер, тамақ пісіре баруға болады. Сен тамағың. Енді бізде құр жүрмей, енді қонақпыз демей бір нәрсе істейік, енді бізде неяқта бір жан-жаққа бір бөлектеп, неяққа бір фонтан құрып, фонтан дайын екен айтпақшы. Кран, короче, мына жерде пистолет жасауға болады екен. Пистолет. Давай мен пистолет жасайын. Ешқандай арам ойым жоқ. Мен акула келсе ату деген сияқты. Вообще арам ойым жоқ. Өз-өзіңді қорғауға. Не өз-өзімді? Сенен деп қой. Мынау. Мен маяқтай ойлап жүрсің бе? Жода, брат, бүгінгі балық аулауымыз қалай отыр? Арақсыз болмайды екен, бір екі қыз жетіспей тұр да, менің ақуғаныз, біреудің напақасын жемесе, анау тұрған қыздан салам алейкум деп тартып аламыз, бір ағаш жетпей қалып бірақ. Так, короче, мен жерді үлкейтейін. Так, ауқа бір тірліктің басын бастады. Осыны ағаштарды көп жинау керек. Давай мен ағаштарды жинейін, бүкешік заттарды жинай берсей. Әні. Мынау, короче, туалет. Ешкім көрмейді ғой қандай. Короче, мынау туалет. Тұрасың. Короче, отыра бересің ғой, нормально. Сен теріс қарап тұрасың, нормально шығар енді. Онда сен қарап тұра беретін шығарсың, қазір бір 5 минут бар. Ой, басылып кетті ма сезон? Кішкене қарап тұрсың. Болды. Артыңа қара, көзіңді жұм. Точно? Ашық тұр ғой көзіңе жұмсай. Артыңа қара. Че там? Далпой. Акула жүндір еді, мен де көрейші. Көч. Далпойым. Базар жоқ. Жандығыны. Мен осы үйдің енді отағасы болған екен, үйдің сырт жағын қоршап, заборларын не қылып, шлакоблок төзеп деген сияқты, сен осы үйдің тамағына жауап бер. Мына жерден, короче, міне осы жерден, міне сыздым, осы жерден мына жақ, есік жақ сенікі. Мен кішкентай емес қой, сенде бүкіл дүниенің бәрі сенде ғой.
котлет жарды пісіре аласың, мыякта сейфте ақша бар ма білмеймін ғой. Кран жақсы. Енді қазақтың өзі 300-ге бөлініп жатқан кезде біз бөлінбей ақ қояйықшы. Қалай? Суға секір. Сен жан-жағын қоршаумен айналысың, жан-жағына нені табыстен обой жақтырасың ба, өзбектер шақырасың ба көресің. Мен короче керек заттарды не қыламын. Мен мына есіктен ары қарай тоже жол жасаймын, ары қарай жүретін, ар жағына пирамида жасаймын ба, в общем, істеймін ғой мен. Тақырмын ғой мен. Бір түр сүйкімсіз екен тамақты мен әрине. Так, енді тірлікке кірсек, қарым тойған екен, бірақ жұмысқа да желание болмайды екен, бір жаттығат ұйықтап оламыз ба? Давай ұйықталай. Еркекше. Ой, тұрайға ұйқыдан баука. Дәмет, сен ұйықтап жатқан кезде түнімен мен мынандай жасадым деп. Мыяқта неме айналдыратын, ана еңбек кабинетінен көргем. Бала кезде. Көрген соң бірдеңелер көреді. Өзің қағып аласың менен. Біз үйді сен мына жерді не үшін үшбұрышты қылдың? Сен туалет жасау үшін үшбұрышты қылдың. Дұрыс па, бұны туалет деп арнадың? Жоқ, негізі бұл сен істедің, иә, бірақ қанша жерден тупой болғаныңмен, бірақ бір нәрселерің іске асып кетеді да сеніңше. Біз мынандай жерге, біз мысалы мынандай құрып қойсақ, үшбұрышты қылдық. Типа әдемі қылып. Қазір мен мына жағына да тағы біреуін тастайын. Мынау алтындап қой, мынау. Біз бұдан білесің ба не істеуге болады? Не жасауға болады? Туалет жасау. Ой, долбой. Жоқ, мына жақта жауаптасаң қанша бізге? Отың аты шеше бір пиздет, бір Луис Биттоннан кейін алған адам құсап елей болып дұқимын. Жоқ, бұл Европалық стилде жасалған үй ғой, бауырым. Бұлар сәт үшбұрышты сондай болады. Так, есік. Сондай ма өзі? Ойластырып жасауға түсім әйтеуір. Иә, ойлағым, есеппен істейміз ғой біз. Так, сен не бітіріп жатсың өзі? Там түсінбедім мен сені. Қарасай, наяқтан лақтыратынын қылдым ғой. Йо-майо, мен досым қаяқта? Сен қаяқтан пайда болдың? Сен де алдап кетті ма? Сіздің досыңызды білмеймін, бірақ мен осы жерде пайда болып қалдым. Маған көмегіңіз бар сіздің. Сразу айт, телкасын ба, телкамыз десе. Біздің мына жерде өміріміздің соңына дейін өмір сүретін жағдайымыз жоқ. Суицид или акуланың көтін айыру? Сен өлерден соңғы бір минуттың ішінде не істер едің? Сені періп кететін достар, мына ойында датавы адамдардың қолы бос адамдар ойнайтын болса, егер үйді соғып тастай алады негізі, базар жоқ жоқ. Біз қазір мына екеуміз, қазір біз офисте отырып, Илон Маскпен кездесу бар, сол келгенше уақыт өткізіп отырып түсіріп жатырмық. Атак, егер қолдар бос, азынан кешкейдің қолы бос адамдар болса, мына ойында үй соғып бала шағалы болып кетеді. Негізі мына ойында өте күрделі жасаған, рекламасы да көп, донат арқылы ғана дамып кетуге болады екен, менің бар ұққаным мына ойында. Хотя Титаниктегі Кәд акула кеш. А не хуя. Мен досымды кеттім. Ал ол болса ана жақта өліп жатыр. Мен болсам сатқындық жасап кеттім. Мен қалай өмір сүре алам мен енді? Жоқ. Бұным жарамас. Мен де өлем. Акулам бергел, долбоёб, мен досымды өлтіресің. Да, қотақ бас.